Құрметті телекөрермендер, бүгінгі әңгіме тақырыбы жастар саясаты. Жастар саясаты бойынша арнайы заң бар. Ол заңға жақын арада өзгеріс енгізіледі. Бұл заң қазір парламентте қаралып жатыр. Заңнан қандай жаңалық күтеміз? Қандай жеңілдік алып келеді жастарға? Қандай өзгерістер және пайдасы болады? Осы туралы бүгінгі студиямызға Ақ Жол саяси партиясының фракциясы мүшесі, мәжіліс депутаты Алмас Тортаевты шақырдық. Қош келдіңіз. Тортаев Алмас Ұзағұлы 1979 жылы Қызылорда облысында туған. Қорқыт Ата атындағы мемлекеттік университетін инженер-механик мамандығы бойынша бітірген. 2011 жылғы тамыздан Ақ Жол партиясының Қызылорда облыстық филиалының төрағасы. 5-ші сайланған парламент мәжілісінің депутаты. Ақ Жол Қазақстан демократиялық партиясы фракциясының мүшесі. Осы тақырыпты ары қарай талқылау үшін біздің дайындаған сюжетке назар аударуыңызды сұраймын. Қазіргі таңда парламент қабырғасында жастар саясаты туралы заң жобасы қызу талқылануда. Бұдан 2 жыл бұрын бірқатар кемшіліктер үшін кері қайтарылған құжат заман талабына сай барлық ұсыныстарды қамтуға тырысқан. Жоба авторлары жаңа заңның 2020 жылға дейін бәсекеге қабілетті жастарды қалыптастыруға бағытталғанын айтады. Әсіресе өңірлердегі жастарды қолдау, оларды ынталандыру бойынша кешенді даму жоспары көрсетілген. Заң жобасы жастар саясатын жүргізуде мемлекеттік органдар құзыретінің ара жігін ажыратуды көздейді. Қазір жастар саясатымен 10-нан аса мемлекеттік орган айналысады. Сол себепті мемлекеттік саясатты іске асыруда органдар атқаратын жұмыстың қайталанып кететіні жиі кездеседі. Енді жаңа айтып кеттік, бұл заң шынымен де ұзаққа созылып кетті өзгеріс. Бір рет 12-ші жыл парламенттен қайтарылды, 14-ші жылы қайтып келді. Бірақ осы заң ішінде қандай жаңалықтар бар, қандай өзгерістер болуды күтілді? Сол туралы қысқаша айтып кетсең. Бұл заң жобасы аясында біз жастарға еркін дамуына, құқықтарын қорғауына, құқықтарын сақталуына, түрлі мүмкіндіктердің ашылуына және мемлекеттен көрсетіліп жатқан барлық мүмкіншіліктерге қол жеткізуге, отанды сүюге және тәрбиелік сипаттағы үлкен сондай бағыт бар. Негізінен біз сол еліміздегі жастардың ауызбіршілігі, олардың еркін жүріп тұруы, дамуы, сонымен қатар жан-жақты мүмкіндіктерді қарастырып, сондай саяси бағытта үлкен мүмкіндіктерді көздеп отырмыз. Жастар көп жағдайда маған қандай пайдасы тиеді деп сұрайды. Мысалы, жастардың арасындағы ең басты проблемалар қалай? Мысалы, 3 проблемасын атап беріңізші. Жастардың көптеген мәселелері, тұрғын үй мәселесі, жұмыссыздық мәселесі, қазір күнделікті көзімізбен көріп жүрген мәселелер. Бұл мәселелер жалпы қоғамымыздағы бұндай мәселелер, әлеуметтік мәселелер, оның үстінде жастардың да мәселелері түрлі заңдармен қазір қолданыстағы реттеліп келе жатыр ғой. Сондықтан да біз жаңағы қазіргі қарастырылып жатқан заңның концепциясының аясында жастарға сондай мүмкіндіктерге жетуге, жаңа көрсетілген заң жобасының аясындағы мүмкіндіктерге жетуге, сауаттандыруға жаңа мүмкіндіктер ашылып отыр. Бұл ретте мен бір 3 бағытын айтып өте аламын. Біреуі жастардың өзін басқару тетігін қарастырып отырмыз. Екінші бір тетігі. Осы уақытқа дейінгі біз жалпы жастардың арасындағы мәселені жалпылама қоғамдық айтқанмен нақты бізде есеп болған жоқ. Сонда бұл заң қандай мәселелерді шешуге бағытталған? Заң жобасының негізгі тұжырымдамасына байланысты қазір мен заң жобасындағы 3 бір жақсы өзгерісті айтып өтейін. Бұл біріншіден жастардың өзін басқаруға. Екінші, осы уақытқа дейін біз жастар мәселесі десек, жастар саясаты десек, тек білім ғылым министрлігінің жауапты ретінде көрсеттік. Осы уақытқа дейінгі біз жастардың қанша жасымыз жұмыссыз жүр, қанша жасымыз түрлі басқа ағымдарда жүр, қанша жастардың үйі жоқ, неге мемлекеттік грантта білім алған жастар жұмыссыз жүр, мемлекеттік тапсырыс болса да, ондай мәселелердің біз нақты шешімін, нақты санын да білмейтін едік. Яғни бір-бірімізге сілтеп жауапкершілікті, соңындағы жауапты орган ол білім және ғылым министрлігі болып қалатын. Ал қазір заң жобасының аясында қазір жастармен байланысты, олардың өмір сүру жолындағы кездесетін мәселелердің шешім табуына біз үкіметтік барлық құрылымдарды араластырып отырмыз. Ол қорғаныс министрлігі, ішкі істер министрлігі, білім ғылым министрлігі, ол жергілікті әкімдіктер. Әрқайсының жауапкершілігі
жалпы жастардың мәселесіне жан жақты кешенді түрде араласа отырып, кешенді түрде мәселенің шешімін табуға бұл заң сондай бір мүмкіндік беріп отыр. Яғни әркімнің заң жобасының аясында жастарға байланысты міндеттемелері бар. Бұл екіншісі. Үшіншісі, мәселенің шешімін табуға осындай кешенді араласып отырғаннан кейін біз жылына бір рет өткізілетін жастардың республикалық форумын заңмен қазір міндеттеп отырмыз. Бұл форум жастар ойлауы мүмкін, ол әдеттегі бір жиын болуы мүмкін деп. Бұл форумда біз барлық деңгейдегі жастарды, ауылдық жастарды, аудандық жастарды, бұл форум жергілікті жерде де өтеді. Бұл форумда жастардың мәселелері туралы сондай доклад тыңдалады. Бұл жерге жауапты жастар мәселесіне, жастар саясатына жауапты мемлекеттік құрылымдар қатысады. Республикалық форумда барлық жастарымызды бір жинай отырып, жастардың мәселесіне байланысты атқарылып жатқан жұмыстардан хабардар болу және жастардың ол мәселенің шешім табуына өздерінің атсалысуын қамтамасыз етіп отырмыз. Бұл форумның ерекшелігі неде? Мысалы, қазір парламент мәжілісінің депутаттары бар. Өзіңіз барсыз, Бердімғаров бар, енді жастар жақсы түсінетін депутаттар деп. Мысалы, сіздерден артық ол жастар қалай көтеріледі? Мысалы, олардың айтылғаны қаншалықты іске асады? Ал бұл жерде барынша жариялылықты қамтамасыз ету. Және осы уақытқа дейін мен енді жасырмаймын, осы уақытқа дейін бір қандай да бір жиындар болды. Мен өзімде жеке өз басым түрлі бір формальды жиындарға да қатысқан кездерім болды, ешқандай бір нәтижесі жоқ. Ал бұл форумдағы көтерілген мәселелер, бұл форумдағы түйінделген ойлар нақты ұсыныс арқылы, яғни оны тыңдайтын құлақ та сол жерде болады. Бұл жалпы Қазақстан Республикасындағы жастардың үні, жалпы бағыты, мәселесі және оның шешімін табудағы жастардың ойы. Міне қазір парламентте 3 партия қызмет атқарады, 3 партиялық жүйе болды. Жалпы дүние жүзінде көп тараған жүйенің бірі. Мысалы, ортада Нұр Отан партиясы, бір жағында Ақ жол, бір жағында коммунистер. Жалпы бұндай жүйеде қызмет атқару қаншалықты тиімді? Бұл деген елге пайдалы, әсерлі, нәтижелі қызмет етудегі сондай бір жақсы жағынан бәсекелестіктің қандай зияны бар? Сонымен қатар келіп жатқан заң жобаларының аясында тек қана бір пікір емес, түрлі пікірлер айтылып жатыр. Ең бастысы ол заң жобалары тұрып, не біз қарсы жаңағы бір қабылдануына кедергі болып, не басқа партия тағы бір заң жобасының қабылдануына кедергі болып жатқан жоқ. Ең бастысы заң жобалары қабылданып жатыр. Заң жоқ қой. Тоқтап қалған заң жоқ. Бір-біріне қарама-қарсы болды. Қабылданып жатыр. Енді өзіңіз де білесіз, 5-ші шақырылымда барлығымыздың да ой пікірлеріміз қарастырылып, көрініс тауып, және елдің жағдайын жақсартуға бағытталған талаптар